Сәлем достар, Кастарт жобасының 5-ші сабағына қош келдіңіздер. Бүгін біз қазақ тілінде ас туралы ойымызды жеткізуге көмектесетін сөз тіркестерін үйренетін боламыз. Ендеше сабағымызды бастайық. Мысал сөйлемдер. Астарыңыз дәмді болсын. Бұл тағамның дәмі тіл үйіреді. Дастарханыңыз мол болып, ырыс-береке арта берсін. Бұл тағамның иісі аңқып, тәбетімді ашты. Бірінші лайфхак. Тағамды сипаттайтын сөз тіркестерін қолдану. Дәмді, тәтті, ащы, тұзды, хош иісті, дәмі тіл үйіретін сияқты сын есімдер тағам туралы ойыңызды нақты жеткізуге көмектеседі. Мысалы, бұл тағам өте дәмді. Екінші лайфхак. Жақсы тілектер мен жылы сөздерді қосу. Қазақ мәдениетінде асқа қатысты жақсы тілектер жиі айтылады. Дастарханыңыз мол болсын, асыңыз берекелі болсын, тәбетіңіз ашылсын сияқты тіркестер әңгімеңізді көркем әрі мазмұнды етеді. Осымен сабағымыз аяқталды. Сабақ ұнаса пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.